Мен өте керемет результаттар болды. Мен сахар тұғым ковидтен кейін 28-ге көтеріп кеткен. Сол жүре алмай қалған едім. Соның бәріне осы Асанның ағамыздың өнімдері маған көп пайда берді. Ең бірінші ішкені менің шай, сосын мынау сердечный, кейін паразит, осыларды алып іштім. Осының арқасында мен қазір сахарым 12, ары кеткенде 13-14 болып жатыр. Бірақ 12-де қазір тоқтап тұрмын. Қаншада 28-дегі сахарыңыз 12-ге түсті? Иә, 28-дегі сахарым керемет результат өзім көрдім де. Бірақ мен арасында үзіп ішіп жатырмын. Өйткені оған да адам организміне үйрену керек. 10 күн ішіп, 10 күннен кейін мен тоқтатып, 2-3 күн тоқтатып, қайтадан ішемін. Солай етіп, мінекей сол өнімдерден сахарымды түсірдім. Сахарыңыз 12 қазір. 28-дегі сахарыңыз 12. Барлық өнімнен ішіп жатсыз да? Барлық өнімнен ішкенде мен ең бірінші турсақ өнімнен бастадым. Кейін уже қосайын дегенем, оған өзімде әлі сахардың нелері көтеріліп кете ме деген күдікпенен мен ортаға уақыт салып 10 күн ішіп, 2 күн демалып, солай осы 4 өнімді қайталап жатырмын мен. Бұрын қандай ішу керек қой сізге? Енді алып ішемін деп жатырмын. Одан кейінгі результатым, мен мынау нені кашаны алып іштім. Ораза айында алып, ең бірінші келгенде ораза айында алып іштім өзім. Осыдан жақсы шаршамай, оразамды жақсы өткіздім. Сосын ораза ұстадыңыз, сахар болсаңыз да. Осыны ішіп жүріп сахар ұстадыңыз. Иә, сахарымды енді әйтеуір бірінші Алла, екінші осы Асанның өнімдерінен Асан ағаның осы жерден осы 3 өнімді алып ішіп, шайды, сердечный, иммунитет, паразит. Сол 3-еуін алып ішіп, осыдан 12-ге түсірдім. Содан кейін мынау өнімді алып іштім. Бұдан да керемет результат, ораза ұстадым, Құдайға шүкір. Сосын осы кеше ғана өткен. Неше мәрте жедіңіз? Азанда кешке іштім. Бірақ кеше мен осы өзім немерелеріме беріп, жақсы результат көрдім. 2-ақ күн ішті осыны. Сүтке араластырып. Өмір түсте ұйықтамайтын немерелерім. Сонымен жылауық еді. Осыны ішкізіп, нерв успокоить етіп түсте ұйықтады. Мынаның кереметі. Енді соны немеремнің кереметін көріп, осыған тағы бүгін алуға заказ берді қызым, соның мамасы. Өзімнің туған балашағам сенбегенен кешегіні көріп, қуанып кетті. Немерелеріме ішкізгенін көріп, қуанып, мынау деген сүтке араластырып берді. Мықты, молодец, біз ойламаппыз ғой. Немерелерім ішіп жатыр. Су қаян болады ма? Суға, азу үшін ішсеңіз суға. Ал енді әл-ауқат, күш-қуат, семіру үшін ішетін болсаңыз, бананға, сосын сүтке араластырып ішуге болады екен. Өзім сүтке араластырып бердім, немерем қуанып ішті ғой. Күшті.